тәуелсіз Қазақстан жеріненбіз, ғажайып Қазақстан еліненбіз. Әлемде бейбітшілік туын төккен, байтақ дархандалы түрленбіз. Ғажайып Қазақстан ұлдарымыз, ғажайып Қазақстан қыздарымыз, жаршысы жаңалықтың ашылындай, ғажайып Қазақстан қыздарымыз, жаршысы жаңалықтың ашылындай, ғажайып Қазақстан журналымыз, жаршысы жаңалықтың ашылындай, ғажайып Қазақстан журналымыз. Муталиев Әбен Хамитұлы 1953 жылы 3 қараша күні Сайрам ауданы Жұлдыз елді мекенінде туылған. Номер 37 Жұлдыз орта мектебін 8 сыныпқа дейін оқып, 9-10 сыныптарда Шымкент қаласындағы номер 26 Жамбыл орта мектебінде бітіреді. 1970 жылы Шымкент қаласында пединститутқа физика-математика факультетіне түсіп, оны 1974 жылы бітіреді. Содан Қызылорда облысы Төретем Байқоңырда қызмет етеді. Отбасылық жағдай бойынша өзінің Жұлдыз ауылындағы номер 37 Жұлдыз мектебінде мұғалім болып жұмыс жасайды. Кейін бұрынғы технологический қазіргі Мұхтар Әуезов университетінің деканының орынбасары, зам декан болып қызмет атқарады. Еңбек жолында өзін шыңдай түскен Әбен Хамитұлы оңтүстік Қазақстанның Мұстафа Шоқай атындағы оңтүстік Қазақстан университетін ашады. Бірнеше жыл сол университеттің президенті болып қызмет атқарады. Алматыдағы Қаныш Сәтпаев университетінің филиалы Арна университеті ашылып, Арна университетінің проректоры, оқу ісінің меңгерушісі қызметін атқарған. Арна университетінен кейін денсаулығына байланысты 2012 жылдан бастап толықтай журналистік салаға ауысып, түрлі басылымдарға қызмет етеді. Бірнеше газеттің бас редакторы болды. Ең алғаш ұстаз жылы газетін ашты. Сол газеттің директоры, басшысы болып, сонымен қатар Тәуелсіз Қазақстан сынды бірнеше газеттерде қызмет атқарады. Қазіргі таңда Жемқорлықсыз Қазақстан газеті, Ғажайып Қазақстан газеті мен Ғажайып Қазақстан 2050 журналының президенті, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Өмір белестер атты кітаптың авторы, Қазақстан Республикасы Ғажайып Қазақстан қоғамдық бірлестігінің төрағасы. 3 бала, 2 қызы, 8 немере, 3 шөбересі бар Әбен Хамитұлы қазіргі таңда құрметті зейнеткер. Асқақтауым, тірегім болған әкем, суығына өмірдің тоңған әкем, ұлдарым деп, қызым деп бар жақсысын жүретін еді біздерге арнап әкем. Әкеге сағыныш, сөзі Әбен Хамитұлы, әні Жұпаргүл Бекшораева, орындайтын Қарлығаш Қалыбаева. Дәстүрлі ән лауреаты республикалық Абай атындағы мамандандырылған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын дарынды балаларға арналған мектеп-интернатында сабақ береді. Алдарыңызда Қарлығаш Қалыбаева. Asqar atawam, terigim bo'lgan akem,
Көмейіне ән ялаған әнші, ғажайып Қазақстан 2050 журналының Алматы қаласындағы меншікті тілшісі, Қазақстан Республикасы ғажайып Қазақстан қоғамдық бірлестігінің ерен еңбегі үшін медалімен марапатталған Анаға сағыныш әнін орындайтын Бибігүл Сағат. Сөзі Әбен Хамитұлы, әні Жұпаркүл Бекшорай. Баршамыздың аналарымыздың құрметіне арналған абылаңыздар. Мейірмен үн қатқан баласына, сүйсініп құмартқан таласына, саналы өмірін елге арнап, айналған
асыраған өзіңсің анашым сағынышым жүректе сақталар ғасырдан жүректе сақталар ғасырдан әлемді тербетті мені жарай жадымда әлі де жүзі нұрлай сағынып өзіңді еске алам жәннатта себелеп алла нұры сағынып өзіңді еске алам жәннатта себелеп алла нұры сөзің жадымда балам деген кез қайда еркелеп анам деген күндер айға жайып сағым болған өртенген шаттана анам менен өртенген шаттана анам менен әлемді тербетті мені жарай жадымда әлі де жүзі нұрлай сағынып өзіңді еске алам жәннатта себелеп алла нұры сағынып өзіңді еске алам жәннатта себелеп алла нұры сағынып өзіңді еске алам жәннатта себелеп алла нұры қабыл алыңыздар әбен ағамыздың жас кезде жазған өлеңі бұл жүрегім. бұл жүрегім басқаны қаламайды өзге жанды бағым деп санамайды көңілімде үңкілік саған деген пәк сезімім гүл бағын арамайды неткен сұлу әдемі көркем еді күн нұрындай шуақты сепкен еді бұл жүрегім бір сен деп соғады екен
Керемет орындадыңыз. Сіздің жас кезіңізді елестетіп шыққан ән